Ваджаат сакратул маути бил хаққи. Өлім деген есеңгіретумен келеді дейді. Өлім, адам осы дүниеде қандай да бір қиын ауырған жағдайлары болады. Мысалы, бір жеріңіз қақсап, денеңіз, сүйегіңіз ауырып, енді аурудың әртүрлі жаңағы дәрежелері болады. Сол аурулардың ешқайсысы жете алмайды екен өлім кезінде сезілетін ауруға. Өлім кезінде сезілетін ауру, құрметті жамағат. Біз кейде ойлаймыз ғой, тек қана кәпірлер ғана сезетін шығар деп. Жоқ. Өлімнің есеңгіретуі, өлімнің ауырлығы мұъмин де сезеді, кәпір де сезеді. Не Алла Тағала Құранда айтып отыр: "Ваджаат сакратул маути бил хаққи". Өлімнің есеңгіретуі, мына мәңгірті жіберуі деп отыр да. Мәңгірту деген нәрсе бар өлімнің. Сол мәңгіртуі, есеңгіретуі дейді. Ол шындықпен келеді дейді. Алланың әмірін нұқып келеді деп отыр ғой. Ана жан суырылып атқан жағдай оңай емес екен ол. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы Айша анамыз айтқан кезде, мысалы пайғамбар Айша анамыз айтады: "Ма ағбиту ахадан бихауни маутин, ва ла акраху шиддатал маути ли ахадин бағда лази раайту мин шиддати маути расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям" деп айтқан Айша анамыз айтады. Аллах Тағаланың елшісінің өлім сәтіндегі қатты қиналғанын көргеннен кейін дейді. Қараңыздар, қатты қиналғанын көргеннен кейін біреу жеңіл өпті өлімі деген нәрсені естісем қызықпаймын дейді оған. Біреудің өлім сәтіндегі жағдайы жеңіл өпті дегенге мен қызықпаймын дейді. Ма ағбиту ахадан бихауни маутин ва ла акраху шиддатал маути ли ахадин абадан. Сондай-ақ дейді, біреу бір мұсылман үшін өлім сәтінде қатты қиналуын мен жек көрмеймін дейді. Өйткені Алланың елшісі қиналған дейді. Ол жерде көрсетіп жатыр Айша анамыз. Ол өлімнің есеңгіретуі, қиындығы, ол жаман адамға ғана байланысты нәрсе емес, бірақ өлімнің іске асуы ол өте қиын нәрсе екен ғой өзі. Мына өлім сәтіндегі адамның жағдайында Алла Тағала бізге көрсетпейді екен ғой. Мысалы, Құранда өзі айтады, жалпы екі дәреже, жаңа жан шыққан кезде, жан шығып бастаған кезде, жаңағы періштелер түгел тұр ғой. Ешкім көрінбейді. Қазір оған байланысты аяттарды айтамыз. Ақырын шығып атқан кезде, адамның денесінде бүкіл жүйке клеткаларына дейін жаңағы ауруды сезеді. Мұсылман үшін бұл өте керек, өйткені сол ауруларымен соңғы қалған күнәларының бәрінің өтемі өтеледі. Сондықтан ғана ей жақсы жан шыға ғой деген сөз кетеді. Мұсылман үшін ол керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдарға ол дәреже. Дәрежелілерге, Алла қатты жақсы көретіндерге үлкен дәрежелер бар да ертең ақыретте. Ол дәрежелердің өтемі. Қараңыздар қандай мәселе. Сонда біріншісі калла иза балағати тарақия ва қила ман рaq. Алла Тағала бірінші баяндайды, мына бұғана сүйек. Ей Мұхаммед, қоя сал олардың сөйлеп жатқан нәрселерін. Әсте олар ойлап жүргендей болмайды жағдай. Жағдай бұлай болады. Қашан жан бұғанаға жеткен кезде дейді. Келатқан кезде. Ең қатты қиналатын тұстар осы жер екен. Мына жақтан бәрінде ақырын келеді да. Бұғанаға жеткен кезде жағдай қиындалады. Сол кезде жаңағы уақила ман рaq, мынаған дем салушы бар ма деп айтылатын жағдай. Сол кезде адамның көзі жетеді. Ана екі балтыр бір-біріне оралған кезде, кешегі айқайлап атқан дауыс. Бір айқайлайын деп атқан кезіңізде, біреуге бүйтіп түбіне жетейін деп атқан кезіңізде, сол өлім сәтіңізді еске алсаңызшы, бейшара болып жатамыз ертең біз. Екі балтыр бір-біріне оралған, қандай салмақта болсаң да, балтырыңа оралған, бейшара. Міне, біреудің зат екенбіз ғой біз, Аллах Тағаланың. Адам өлім сәтіне дейін ойлаған, мен өзімдікі өзіммін деп та, сөйтсем, Аллах Тағаланыкісің. Көрсетті өлім сәтінде. Төсектен тұра алмай жатқан адам. Сол кезде ол нақты біледі дейді. Жанның тәнді тастап баратқанын дейді. Иля роббика яума изинил масақ. Раббыңа қарай айдаласың сол күні дейді. Одан екіншісіне бұғанадан кеткеннен кейін
тамаққа келеді екен. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومِ жан тамағын алқымға келген кезде дейді. Екіншісі қатты жағдайда. Осы жерге құлқымға келген кезде Алла Тағала бізге мынандай нәрсені айтады. Айналасында тірі тұрған адамдарға وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ сендер сол кезде оған қарап тұрасыңдар дейді бүйтіп. Сол кезде қарап тұрасыңдар дейді оған. Сосын айтады وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ өлім сәтінде біз істеп отырмыз дейді өлімді. Біз өте жақынбыз дейді оған. Түсінсіз бе? Өлімді істеп отырық қой дейді біз. Ал сендер қарап тұрсыңдар, біз сендерден де жақынбыз дейді. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ бірақ сендер бізді көрмей тұрсыңдар дейді. Қараңдар. Осылайша әркім дүниеден өсіп кетіп жатқан сәт қой. Сол кезде Алла Тағала айтады فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ مَدِينِينَ егер де сендер бізге сот жоқ деп жүрсіңдер ғой деп жатыр да Алла Тағала. Бізге сот жоқ, өзіміз білеміз деп. Бізге сот жоқ деп жүрген сөздерің рас болса, өз істерің өз қолдарыңда болса, таржиғунаха ин кунтум содиқин. Онда ғана біз жанды шығарып жатқан кезде неге ішіне қарай салып жібермейсіңдер қайтадан дейді. Қарма. Істей алмайсыңдар ғой дейсіңдер. Менің ісім жасалып жатыр дейді бұл жерде. Сондықтан فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ осы өлім сәтінде жатқан адамдарың дейді. Егер де маған жақын құлдардан болатын болса дейді. Атал айтып жатыр. Фараухун онда маған оған дейді рахымымның самалы келеді дейді. Өзіңіз ойлаңызшы. Бұл самалды ешкім сезіп көрген емес әлі жердің бетінде. Алланың рахымының самалы келеді. Оны ешкім сезіп көрген емес. Ана жан ғана сезеді. Қай жан? فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ егер бізге жақын құлдардан болса дейді. Міне. Бұл жақын құлдар, құрмет жамағат. Жақын құлдар дегенде бұл бағанаға өзіміз Алла Тағаланың бақылауын сезу арқылы ғана жақындай аламыз біз. Алла Тағаланың бақылауы деген нәрсені сезіп үйренсек, сол нәрсемен болмаса басқа нәрсемен жету қиын. Сол егер бізге жақын құлдардан болса дейді, онда оған жанын шығарып атқан кезде фараухун рахымымыздың самалы келеді дейді. Райханун райхан деген сөз мысалы белгілі өздеріңізге тілде. Рахымының иісі келеді. Ешкім сезіп көрмеген жәннаттан жібереді ғой бірден Алла Тағала. Түсіндіңіз бе? Мұрнына келеді ғой мына жаққа. Оны ешкім сезе алмайды сол адамнан басқа да. Бірден сүйіншіледі дейді сөзде. Ва жәннату нағим дейді. Қараңдар. Және бақытқа бөленетін жәннат дейді. Бұның кітап алады, кітап, есеп деген нәрсені айтпай қойын дейді бұл жаққа. Көрсі қандай нәрсе болып отыр. Ва амма ин кана мин асхабил ямин. Бәріміз үмітіміз мысалы. Ал кім кітабы оң жағынан берілетіндерден болса, бұл жаңағы жақын құлдардан кейінгі дәреже ғой. Ана жақын құлдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Аувалу зумратин ядхулунал жанна биғойри хисаб" дейді. Жәннатқа ең бірінші кіретіндер, ең бірінші кіретін топ дейді, есепсіз кіріп кетеді дейді олар. Олар дейді, өздері бірден бөлініп шығарылған бетте, қарадар, мутамасикуна, бір-бірін ұстап алады дейді бүйтіп. Жүректері ең тазалар ғой. Бір-бірін бүйтіп ұстап алған, ахизуна бa'дукум бa'дан, бір-бірін ұстап алған дейді. Сосын айтады дейді: "Ла ядхулу ахирухум жа аввалухум хатта ядхулу ахирухум." Ең соңғымыз кірмейінше, әуелгіміз кірмейміз дейді. Қара, жүрек қандай таза да, фитнесі жүректер ғой, вообще проблема жасамайтын жүректер ғой жердің бетінде. Біреу оларға жасамаса, таза да. Міне осындайлар өмірден өзіп атса, оларға өлім басқаша келеді деп жатыр ғой. Жаңағы қиындық сезіледі ол, түсінсіз бе? Ауырлық ол болады, бірақ кеп атқан нәрсе керемет та, түсінсіз бе? Ал кім оң жақтағылардан болса, кітабы оң жағынан берілетіндерден болса, фасаламун лака мин асхабил ямин. Саған сол оң жақта сенен бұрын кеткендер бар, оң жақта тұратындарын біліп, саған солардан сәлем жібердік деп келеді екен. Бұл жақтікі кішкене басқашалау. Одан кейін үшіншісі жаңағы ең қиыны ол
Ва амма ин кана минал муказзибин ад-дawlin. Ал ким мына акыйкатты өтірікке шығарғандардан, адасқандардан болған болса, фанузулун мин хамим. Онда оған сақырлаған самал, жаңа тозақтың самалын жібереміз дейді. Өлім сәтінде сезеді екен ғой көп нәрсені. Содан ар жағында ва таслияту жахим. Жалпы оны өлімнен кейін ертең қияметте жаһаннамға түсу деген нәрсе күтіп тұр дейді. Не, құрметті бауырлар. Соқтан өлім сәтінің өзі өте маңызды нәрсе. Сакратул маут деген нәрсе өте жаңағы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өлім сәтінде жатқан кезде Айша анамыз айтады: Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана байна ядайхи рукватун фихи мау дейді. Аллах елшісі өлім сәтінде жатқан кезінде дейді, қасында су тұрған дейді, бір ыдыста торсық. Фажағала юдхилу ядайхи. Сол суға екі қолын бетіп салады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Фаямсаху бихи вачхахума. Сөйтіп екі қолын суға салып, бетін сүртеді дейді, қайта бүйтіп. Фаяқулу. Осыны сүртіп жатып айтады дейді: Ла илаха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ. Инна лил маути сакаратин. Өлімнің есеңгіретулері бар екен ғой деп. Сіз ба? Қиын болып жатыр да жағдай. Есеңгіретулері болып жатыр дейді да. Сосын бір дұғасында айтады екен: Аллахумма ағинни ала сакаратил маут. Аллахым өлімнің есеңгіретулеріне қарсы жәрдем берші деп. Бұны пайғамбар ғана сұрап отыр ғой. Біз сұрай алмай қалуымыз да мүмкін. Өйткені жағдай өте қиында. Алла есімізді Алла рахыммен ұстап тұрмаса, құрметті жамағат, ес деген жоғалып кететін нәрседе, мына сакра деп Алла Тағала өлімнің тікелей мағынасында өлімнің мастығы дейді. Сізбен Алла Тағаланың әмірі жұмыс жасап жатыр. Өлім өзінікін істеп жатыр да, өлім. Сол нәрсенің кезінде адам өзінің есін жоғалтып алуы мүмкін. Өте қиын нәрсе.